Бойлап қалған қандастар көшін жандандыру керек. Шетелде туып өскен қазақтардың бәрі тарихи отанын мақтан тұтады. Көптеген қандастарымыз ата жұртқа оралып жатыр. Сондықтан оларға алғашқы кезеңде мемлекет жан-жақты қолдау көрсетуі тиіс. Бұл сөзді осыдан біраз уақыт бұрын Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза айтқан болатын. Президенттің осы сөзі бүгін бұрынғыдан да өзекті естіліп отыр. Өйткені тарихи отанда үлкен үмітпен жеткен көптеген қандастарымыз дәл қазір ең қарапайым құқықтарына қол жеткізе алмай, тығырыққа тірелген жағдайда өмір сүріп жатыр десек те әбден болады. Қазақта жалпы қанына тартпағанның қары сынсын деген сөз бар. Алайда бүгінде қандасқа қатысты көзқарас кейде маған қандай пайдасы бар деген бір тар өлшеммен бағаланатын болды. Бұл қазақы дүниетанымымызға да, ұлттық мүддеге де қарама-қайшы ұғым деп түсінемін. Қазіргі таңда азаматтық ала алмай сан түрлі қиындыққа тап болған қандастардың мәселесі қоғамды алаңдатпай қоймайды деп ойлаймын. Арман қуып ата жұртқа жеткен ағайынның бірі азаматтықсыз жүрсе, бірі визасының мерзіммен алысып, енді бірі түрлі делдалдардың құрбанына айналып отыр. Бүгінгі дәл қазіргі уақытта негізгі түйткілдер болып отырған дүниелер мыналар. Біріншісі, азаматтық алу талаптарының күрделілігі салдарынан көптеген адам құжаттарын рәсімдей алмай жүр. Тек қана азаматтық емес, ықтияр хат алу, тіпті визасының өзі де қазір алу проблема болып кетті шыны керек. Екінші мәселе, виза мерзімін ұзарта алмай айыппұл төлеуге мәжбүр болғандар да бар. Ал бұрынғы еліне қайту олар үшін қауіпсіз шешім бола бермейді. Оның үстіне қазір визаны тек қана қазтест арқылы беретінін қылып тастаған. Дәл қазіргі уақытта оңтүстік өңірлерде еш жерде виза берілмей, тек солтүстік жақтарда ғана, яғни Петропавл, Қостанай, Павлодар жақтарда беріліп жатыр. Үшінші, қиын жағдайды пайдаланып заңсыз қызмет көрсететін делдалдар да көбейіп кеткен. Анау 1000 юан берсең, 10.000 юан берсең, анша ақша берсең бәрін жасап береміз. Олардың бәрі өтірік. Төртінші, әртүрлі арандатушы топтар қандастар мәселесін өз мақсаттарына пайдалануға тырысуда. Қолбасшы болып, қандастардың жағдайын айтуға тырысып, елдің алдына шығып көшбасшы болып кеткісі келетіндер де көп. Ең өкініштісі, өзін ұлт жанашыры санайтын кейбір азаматтардың өзі қандастар керек емес деген мазмұндағы пікір айтып, онсыз да қиын жағдайда жүрген ағайынның көңіліне қайғы түсіріп жатыр. Жалпы негізінде қандас мәселесі жекеленген адамдардың ғана мәселесі емес. Төрті ол. Тұр, ұлым. Бұл ұлттық қауіпсіздікке, демографиялық өсімге, мемлекеттік тілдің дамуына және мәдени тұтастыққа, ұлттың болашағына тікелей қатысты стратегиялық мәселе деп білеміз. Сондықтан да бұл тақырыпты саяси ұпай жинаудың немесе өзара айыптаудың құралына айналдырмай, елдік жауапкершілік тұрғысынан қараған жөн. Президент атап өткендей, тарихи отанына оралған қандастарға алғашқы кезеңде мемлекет жан-жақты қолдау көрсетуі тиіс. Бұл ұстаным нақты шешімдер мен тиімді тетіктер арқылы жүзеге асуы керек. Ата жұртқа үміт артып келген әрбір қазақ өз елінде өзін бөтен сезінбеуі тиіс. Құзырлы мемлекеттік органдар азаматтыққа қатысты қордаланған мәселелерді заң аясында қайта қарап, әділ әрі тиімді шешім қабылдайды деп сенеміз. Жалпы негізі қандасқа қолдау көрсету деген қайырымдылық емес. Бұл ұлттық саясаттың басты бағыттарының бірі. Қандастың мәселесін шешу жеке адамға жасалған жақсылық қана емес, тұтас ұлттың келешегіне салынған инвестиция. Осы тексті жазған Мұратқан Шоқан ағамыз. Ақын, дүниежүзі қазақтарының қауымдастығының Алматы қаласының филиалының басшысы. Ал оқып сіздерге таратып отырған ол мен Бурахан Бақанов. Құрметті ағайын, осы видеоны барынша таратып жүрсеңіздер, және мына елге келіп қандастар не істерін білмей жүрген адам азаматтар болса, туысқандарыңыз болса, онда осы менің парақшамда елге кірген қандас не істеу керек деген видео тұр. Соны көріп шығыңыздар. Оның үстінде осы қандастардың мәселесін шешу мәселесі бойынша президентке де жасаған үндеуім бар. Ол да өкінішке орай дұрыс қаралым жинамай таралмай жатыр. Сол видеоны барынша таратып, лайктарыңызды басып қолдасаңыздар, пікірге жаза кетулеріңізді сұраймын. Ал Қазақстанға қош келдіңіздер, құрметті қандастар. Біз сіздерді солтүстікте күтеміз. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Тәуекел, менің ұлым Тәуекел деген. Айтшы, Тәуекел, теріскей бізге аманат деп. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Дөрті ұл, сау бол де. Сау бол де. Де. Болды, лайк басып отырыңыздар ағайын. Рахмет.